тек қана бір арыс емес, бүкіл қазақтың қайғысы бұл. Өйткені Ержан тек Арыстың атын ғана шығарған жоқ, бүкіл қазақтың атын әлемге танытып жіберген. Мен басқаны білмеймін, өзім шетелде бір гастрольдік сапарда болғамда Қытай елді мекенінен Ержанның әнін тыңдаған кезінде қуаныштан төбем көкке жеткен еді. Сонда Ержанымыз мінекей көзімізді ашып жұмғанша биыл бір 50-ге толып, бір жақсы бір елмен жермен кездесем, бүкіл қазақ жерін аралаймын, ән кешімді өткізем деп отыр еді. Мінекей Алла дәм-тұз талқан таусылған шығар, ортамыздан алып кетіп отыр. Мынау Арыс еліне, жанұясына, қайғысына ортақпыз. Бүкіл мынау зиялы қауым, өнер адамдары келіп отыр. Енді орында бар оңалар дейді, артынан ерген ұлы бар. Соларға Құдай қуат берсін. Енді жақсының өзі өлсе де сөз өлмейді дейді ғой, Ержанның өлмейді ғой, әні қалды ғой мәңгілікке. Енді бүкіл мемлекеттік тараптан бір атақ ала алмады деген болса, халық Ержанға өз бағасын беріп қойған. Шәмшіден кейін осы Арыстағы халықтың бір жақсы сазгеріне айналған ұлы азаматы.